Жүзінен сондай байқадым. Саған мен шынымен бүгін күтпедім. Постоянно мен айтады, анаяқ сөйтіп кетіп қала береді. Мен бүйтіп көңіл күйім түсіп отыра беремін постоянно. Білмеймін, Бүгін бір көңіліңді көтерейік. Қуаныштымын шыны керек. Уақыт жоқ. Бірден үміткерді шақырайық, келіңіз. Осы жерге тұра қалыңыз, осы жерге отырыңыз, келіңіз. Сәл алға шығып кете жаздады, сондықтан да алдын ала әрекет жасап жатырмын. Таныса, есіміңіз кім? Есім Камила. Камила? Камила. Камила. Мен қатысушылардың реакциясы прям андай қорқынышты болып отыр, енді білмеймін неге. Неге қорқынышты? Қатты айғайлап шулап. Жоқ, керемет үміткер келді деген реакция болып жатыр қатысушыларда. Жасыңыз нешеде? Жасым 30-да. Жасы 30-да. Осы екен ғой. Иә, үш қана жас, иә, айырмашылық. Сен 27-сің, сұлу қыз 30 жаста. Енді 18 дей берейік, иә. Көңіл күйіне байланысты. Неге Әліби деген сұрақ? Әліби өте көрікті, сымбатты жігіт. Сымбатты жігіт және гитарада ән айтады. Гитарада ойнайды, ән айтады. Бұлай өзі сабырлы, көп сөйлемейді, сөйлесе нақты сөйлейді. О жағы бар. Серьезный жігіт болып көрінді. Иә, жеті рет өлшеп, бір рет сөйлейтін жанның бірі, иә, шешімді дөп басып қабылдап айтатын ер азаматтың бірі, расымен де Әліби. Енді Әліби, сұрақ өзіңде, үміткер саған келді, алғашқы үміткерің. Камила, қош келдіңіз. Рахмет. Енді бірінші үміткерім болып мен таңдап келіп отқаныңызға рахмет. Сіз енді айтып қалдыңыз ғой, жаңа гитарада ән айтады, гитарада ойнайды деген сияқты. Соны қай жерден көрдіңіз? Инстаграмнан. Инстаграмда вроде Жазылып тұр сізде гитарист деп просто. Содан кейін. Сен де сұрақты қойдың ғой. Жазылып тұр екен ғой? Мүмкін енді живой көрген шығар, бір жерде бір отырыстарда деген сияқты. Жоқ, көрмеген. Профайлда жоқ па сізде? О жақта бар. Мүмкін сол жақтан көрген шығар. Иә, профайлда бар. Менің есімде бар. Сұрақ, пікір, Әліби. Қай қаладан келдіңіз? Осы Алматы қаласының тұрғынымын. Жасым 30-да дедіңіз ба? Иә. Мен енді айта кеткен болатын, енді 18 бен 25 жас аралығында. Жоқ, дайынмын негізі. Бірақ та енді қыз баланың менен кішкене жасы кіші болғанын қалаймын деген сияқты. Иә, бірақ сен шымылдық ашқаннан кейін Әліби жасы 30-да деп айтпайсың, өте жас көрінеді. Болды. Ашамыз ба Әліби, көреміз ба? Ашайық. Шымылдық ашылсын. Ашайық. Жарайсың, Әліби. Қош келдіңіз. Рахмет. Қош көрдік. Өте сондай көрікті екенсіз. Шынымен де 30 жасқа деп ұқсамайды, иә? Бұрын соңды тұрмыста болғансыз ба? Бұрын соңды тұрмыста болғансыз ба? Жоқ, тұрмыста болмағансыз. Ал соңғы қарым-қатынас туралы білсек? 2022-де болды. Өзі бірақ қарым-қатынас болған. Жақсы. Сұрақтар, қатысушылар? Ақтолқын? Үміткерге сұрағым, қош келдіңіз. Бізде Әлібидің бір ерекше талабы бар еді, жан-жануарларға мейірімді болатын қыздарды жақсы көрем деген сияқты. Сіздің жан-жануарларға деген махаббатыңыз қалай? Күшіктер ұнайды. Кішкентай, секунды күшік. Бола ма Әліби? Иә, мен де өзім негізі жан-жануарлар қатты жақсы көрем, білесіз Альмира ханым. Итті особенно жақсы көрем, енді біреулер күлетін шығар, енді не айтып отыр деген сияқты. Қуаныштымын. Иә. Өте дұрыс айтады, Сержан. Ит жеті қазынаның бірі. Арыстан? Біз де күшік жақсы көреміз ғой, негізі. Арыстандар тоже күшті болады. Сразу күшік емес, арыстаннан бастауым керек еді негізі. Арыстанның да күшігі бар ғой, негізі кішкентай может, да? Рас қой. Мен иттің күшігін айт деген жоқ, маған күшіктерін айт дедім ғой. Жалпы тұра тұрыңдаршы, өзім шешіп алам қазір, не ұнайтын, не ұнамайтын. Түсініп отырмын негізі, қалжың ғой енді. Бәрімізге күшік кезінде бәрі ұнайды ғой, күшік кезінде бәрі сүйкімді ғой, одан кейін ғой өскеннен кейін біртүрлі болып кетеді ғой. Жалпы енді Әлібиді келіп отырсыз ғой, не дегенмен. Қай жерін былай енді ерекше бір осы бір жері маған қатты ұнайды деп айтыңызшы Әлібидің. Сабырлы, өзін ұстауы.
сіз ара қатынаста ең бағалайтын нәрсе не ол? Адалдық. Адалдық, иә? Сосын сіз жалпы қай уақытта үйленіп кетуге дайынсыз? Жарты жыл шамасында. Жарты жыл көлемінде. иә енді Если что, хабарласамыз. иә құрметті көрермен, әлби таныстық жалғасады ғой. әрине иә жалғас. иә әрине таныстық жалғасады. Бұл таныстықтың жалғасын ертең білетін боламыз. және де Зарина мен Ернардың қарым қатынасы қалай болып жатыр, барлығын ертең жұма 14:30-да бірақ білеміз. Күндеріңізге сәттілік, ертең кездескенше.